кезектен тыс 31-ші сессиясы жұмысына 4 депутат мүшелері қатысып отыр. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабының 3-ші тармағы негізінде Марқакөл ауданы мәслихатының кезектен тыс 31-ші сессиясы өз жұмысын бастауға құқылы. Сессияны ашу дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Сессия аудандық мәслихаттың кезектен тыс 31-ші сессиясы ашық деп жариялаймын. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 11-ші бабына сәйкес бүгін сессия жұмысына Марқакөл ауданы әкімінің міндетін атқарушы Бейсенов Нұрсұлтан Мақсұтұлы, аудан әкімінің орынбасарлары, мекеме басшылары, ауылдық округ әкімдері, қоғамдық ұйым өкілдері қатысып отыр. Сессия жұмысы мәслихаттың YouTube арнасында көрсетіледі. Құрметті депутаттар, бізге кезектен тыс 30-ші сессияның уақытша жұмыс органдары хатшылықты және санақ комиссиясын сайлауымыз қажет. Хатшылыққа Әкем Тимур Ғалымжанұлын, санақ комиссиясына Хасенов Алмат Төлеубекұлын ұсынамын. Басқа ұсыныстар бола ма? Онда дауысқа салайық. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Бір ауыздан бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия қатысушылар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасындағы 19-ші бабы 3-ші тармағының 1-ші тармақшасы негізінде бізге кезектен тыс 31-ші сессияның күн тәртібін бекітуіміз қажет. Сессияның күн тәртібінде төмендегі мәселелер ұсынылады. Ауылдық округ Марқакөл ауылдық округының 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы 19-да 2 шешімді өзгерістер енгізу туралы. Ақпарат беруші Марқакөл ауылдық округының әкімі Қизат Қизатұлы. Екінші, Боран ауылдық округының 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. 24 жылғы 27 желтоқсандағы шешімді өзгерістер енгізу туралы. Ақпарат беруші Боран ауылдық округының әкімі Наурызбаев Айдос Сандолдаұлы. Үшінші, Қалжыр ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы шешімді өзгерістер енгізу туралы. Ақпарат беруші Қалжыр ауылдық округінің әкімі Омаров Махамбет Амантайұлы. Төртінші, Төсқайың ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы шешімді өзгерістер енгізу туралы. Ақпарат беруші Төсқайың ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Нұрғали Раупа Қадыровна онлайн режимінде. Бесінші, Ақбұлақ ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы шешімді өзгерістер енгізу туралы. Ақпарат беруші Ақбұлақ ауылдық округінің әкімі Ақтанов Айдын. Енді күн тәртібі бойынша ескертулер бола ма? Онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Сессияның күн тәртібі бір ауыздан бекітілді. Енді бүгінгі сессияның жұмыс регламентін бекітуіміз қажет. Бірінші, бесінші мәселелер бойынша баяндамашыға 3 минутқа дейін, сессия отырысының аяғындағы анықтамалар үшін 3 минутқа дейін. Осы регламентті дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Сессияның жұмыс регламенті бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар, сессияның күн тәртібін қарауға көшеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Марқакөл ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы. Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-да 2 шешімді өзгерістер енгізу туралы сөз Марқакөл ауылдық округінің әкімі Қизат Қизатұлына беріледі. Трибунаға шығайын деп алдын ала шығып тұрады. Марқакөл ауылдық округі бойынша салық түсімдерінің жоспардан артық орындалуына байланысты бюджеттің кіріс бөлігіне 22 миллион теңге ұлғайту жоспарлануда. Шығыс бөлігі бойынша қаражатты келесі бағдарламасы көбейту көзделген. 124-011-015 бағдарламасы бойынша 10 миллион теңге көшелерді және жаңа жылдық безендіруге. 124-011-015 бағдарламасы бойынша аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтер бойынша 12 миллион теңге. Жерді орналастыру жобаларды әзірлеуге және жергілікті жерлерде шекараларды белгілеуге ставка жаңа шығындар үшін. Сонымен қатар бюджетіне 24-022-020 бағдарламасы бойынша мемлекеттік органның негізгі капиталға жұмсалатын шығындары бойынша 50 мың теңге үнемделген қаражат азайтылады. Құрметті депутаттар, осы аталған өзгерісті бекітіп қол жеткізуді сұраймын. Құрметті депутаттар, баяндама аяқталды. Қуат Қизатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ берушіні қарауды.
Тұрақты комиссияда қаралды, сұрақтардың бәрі қойылған, сол кездегі ұсыныстар болған. Сол ұсыныстарды есепке ала отырып, осы неменені депутаттардың несіне ұсынып отырмыз. Осы Марқакөл ауылдық округінің бюджеті туралы мәслихаттың 24 жылға 27 желтоқсандағы шешімді өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы құрметті депутаттар сіздердің қолдарыңызда бар. Алып қосарларыңыз бола ма? Онда дауысқа салайық, кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ, шешім жобасы қабылданды. Бірауыздан рахмет. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Боран ауылдық округі 2025-27 жылдарға арналған бюджет туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы номер 19-да 3 шешімді өзгерістер енгізу туралы сөз Боран ауылдық округінің әкімі Наурызбай Байділов Сандылдау әзірледі. Құрметті Нұрсұлтан Мақсұтович, Қамал құрметті депутаттар, және осы сессия қатысушылар. Боран ауылдық округінің 2025-27 жылдарға арналған бюджеттің нақтылануы аудан бюджетінің нақтылануы негізі болып отыр. Боран ауылдық округі бойынша салық түсімдерінің жоспарының артық орындалуына байланысты бюджеттік кіріс бөлігін 2.126 мың теңге ұлғайту жоспарлануда. Шығыс бөлігі бойынша қаражатты келесі бағыттар бойынша көбейту көзделген. 127.011.015 бағдарламасы елді мекендер абаттандыру және көгалдандыру бойынша 500 мың теңге баннер жасатылды. 124.001.015 бағдарламасы аудандық маңызды қала, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бойынша 1.616 мың теңге электр энергиясына төлем ұлғайтылады. Сонымен қатар аудандық бюджет есебінен 124.001.029 бағдарламасы аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бойынша 4.732 мың теңге ұлғайтылады. Оның ішінде еңбек ақы қоры 1.227 мың теңге, іс-сапар 873 мың теңге, өзгеріс шығындар 2.632 мың теңге. Баяндама аяқталды, сұрақтарыңыз бар ма? Айдос Жолдабұлы. Аталған мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып жан-жақты талқыланған, ол кезде ұсыныстар берілген болады. Именно елді мекендерді жаңа жылдық әрлеу бойынша, қосымша тағы қарастыру бойынша. Благоустройство сенде ақша бар, сол совместно қарау бойынша. Боран ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы шешімі өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы құрметті депутаттар сіздердің қолдарыңызда бар. Осы мәселе бойынша алып қосарларыңыз бола ма? Құрметті депутаттар, шешімді қабылдау туралы ұсыныс бар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ, шешім жобасы бір ауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе. Рахмет. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қалжыр ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджеті туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы номер 19-да 4 шешімді өзгерістер енгізу туралы сөз Қалжыр ауылдық округінің әкімі Омаров Махамбет Амантайұлына беріледі. Құрметті депутаттар және сессияға қатысушылар, Марқакөл ауданы Қалжыр ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджетіне келесі өзгерістер енгізу ұсынылады. Қалжыр ауылдық округі бойынша аудан бюджетіне 17.282 мың теңге азайтылды. Оның ішінде 008 бағдарламасы елді мекендерде көшу жарықтандыру бойынша 2.292 мың теңге мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу, 011 бағдарламасы бойынша елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша 15.005 мың теңге мемлекеттік сатып алу процедуралары орындалмағандықтан азайтылды. Сонымен қатар аудан бюджетіне есебінен 001 бағдарламасы бойынша аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бойынша 1.520 мың теңгеге ұлғайтылады. Оның ішінде 1.098 мың теңге еңбек ақы қоры, 423 мың теңге іс-сапар шығындары. Жоғарыда көрсетілген өзгерістер бюджет қаражатын тиімді әрі жоспарлы пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған. Баяндама аяқталды. Махамбет Амантайұлына сұрақтарыңыз бар ма? Осы мәселе бойынша да жаңа аталған мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралып жан-жақты талқыланған болатын. Көптеген жаңа ұсыныстар болды. Сол ұсыныстарды ескере отырып,
мына Марқакөл ауданы мәслихатының шешіміне өзгеріс енгізу туралы шешім жобасы құрметті депутаттар сіздердің қолдарыңызда бар. Осы мәселе бойынша алып қосарларыңыз бола ма? Шешімді қабылдау бойынша ұсынысты кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы? Жоқ. Шешім жобасы бір ауыздан қабылданды. Рахмет, отырыңыз. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе Төсқайық ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Төсқайық ауылдық округінің әкімі аппаратының бас маманы Нұрғалиева Рауфа Кадыровнаға беріледі. Рауфа Кадырова, сөз сізге. Құрметті Бауырай Жанқұлов, құрметті депутаттар және мәслихат сессиясының қатысушылары. Төсқайық ауылдық округі бойынша салық түсімдерінің жоспарын артып орындалуына байланысты кіріс бөлігін 1.750.000 теңгеге 124.08.15 бағдарламасы елді мекендердегі көше жарықтандыру бойынша 25 жылдың қазан-желтоқсан айларына көше жарығын жарықтандыру қызметтерін төлеуге электр энергиясының тарифінің қымбаттауына байланысты ұлғайтылды. Сонымен қатар аудандық бюджет есебінен 24.00.1029 бағдарламасы аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде қызметтер бойынша 1.622.000 теңге ұлғайтылды. Оның ішінде 961.000 теңге еңбек ақы қоры 3 штат берілгеніне и 661.000 теңге қайта даярлау курстарын өтуге байланысты іс-сапарға шығындарға ұлғайтылды. Баяндама аяқталды. Құрметті депутаттар, Рауфа Кадыровнаға сұрақтарыңыз бар ма? Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Соны қабылдау туралы ұсынысты кім қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Bir ауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе Ақбұлақ ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Ақбұлақ ауылдық округінің әкімі Ақтан Пайдынға беріледі. Депутаттар және мәслихат сессиясына қатысушылар, түсіндірме жазба 2025-2027 жылдарға арналған Марқакөл ауданы Ақбұлақ ауылдық округі бюджетіне келесі өзгерістер енгізу ұсынылады. Ақбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша аудан бюджет есебінен 8.709.000 теңге ұлғайту жоспарланған. Оның ішінде 001 бағдарламасы аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бойынша 1.709.000 теңге ұлғайтылады. Оның ішінде 709.000 теңге еңбек ақы қоры, 1 миллион теңге электр энергиясын төлеу ұлғайтылады. 13 бағдарламасы ауданның маңызы бар қалаларда, кенттердегі ауылдық және ауылдық округтердегі автомобиль жолдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша жолдарды қысқартып ұстауға 7 миллион теңге ұлғайтылады. Осында көрсеткен өзгерістер бюджет қаражатты тиімді әрі мақсатты түрде пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған. Баяндама аяқталды. Айдынға, Ақтанов Айдынға сұрақтарыңыз бар ма? Бар. Мына қыстық жол несін қамтамасыз ету кімге береді? Конкурс болғанда бұрын кім болды? Техника жоқ болды. Ауылдығына беретін де, өзен беретін техника жоқ. Өздеріңіз бұлай зерттеп көрмеңіз бе? Енді шалғай жатқаннан кейін қысы қалың болғаннан кейін кем-деген бара қоймайды. Ал облыстық жол қатысамыз демейме, олар қатыса ала ма? Біз келгенше ауылдың ішін кіре бермей қалады. Пока бұл жақтан или ар жағына жеткенше ауылдың ішін. Енді ауылдың ішінде сенде сол конкурсқа түсетін тұлғалар бар ма? Ол в любом случае сол қай жақтан келсе әйтеуір бір жақтан келеді. Бұрын техникаларын қойып, содан ауылдан Мамандардың жардап техника. трактор ставатында сол көріп отырады. Сондықтан енді бұл ақшаны беріп жатырмыз. Ауылдық округты білеміз. Ақбұлақты білеміз. Қыста 1,5 метрге дейін қар түседі. Халық жүруден қалады. Тоннельдің ішімен жүріп отырамыз. Сондықтан сол жолды дұрыс тартпалау үшін
мына қаржыны беріп отырмыз, ертең соған сәйкес жұмыс жүргізу керек. Басқа сұрақтарыңыз бола ма? Аталған мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып жан-жақты талқыланған болатын. Осы жаңағы Ақбұлақ ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы Марқакөл ауданы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар, құрметті депутаттар. Ал қосарларыңыз бола ма? Жоқ, осында шешімді қабылдау туралы ұсыныс бар. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы? Жоқ, бір ауыздан бекітілді. Рахмет, отырыңыз. Құрметті депутаттар, шақырылғандар, Марқакөл ауданының кезектен тыс 31-ші сессиясы күн тәртібі толық қаралды. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз бола ма? Мұнда аудандық мәслихаттың 8-ші шақырылымының кезектен тыс 31-ші сессиясын жабық деп жариялаймын. Қатысқандарыңызға рахмет.